Адамдар кейде ойлайды, басына бір қайғы қасірет түседі, қиыншылық келеді. Сол кезде Құдай мені неге қинап қойды дейді ғой. Неге мені азаптай береді. Біреулерден бұрын естетінмін. Алла тағала мені азаптау үшін жаратқан ба дейтін. Осыншалықты бір ауыр сөздер болатын. Ол енді о кісінің көргені қиыншылығы болып жатады ғой. Соған әдемі қандай қылып жауап айтсам екен, көңіліне қандай бір қуат демеу айтсам екен деген ой келетін. Сол ойлардың біреуі бір ғалым кісінің кітабын оқып, осы екі әсем сөз естім. Сол екі сөзді өріп өткім келіп отыр. Біріншісі, Алла тағала сізді бізді азаптау үшін жаратқан жоқ. Ешқашанда. Екінші бір нүкте, ол мынандай да сөз бар екен ғалымдарымызда. Егер Алла тағала бір адамды осы дүниеде қинайтын болса, бір қандай да бір, мысалы біреудің перзентін алады дүниеден, біреудің қол аяғын алады дегендей, біреулер жылап жатады ғой осы. О, Құдай маған жарлыға мал бердің, жартысын алып бердің деп, өзі тілеп алған балам еді, жалғыз балам еді, дүниеден өтіп кетті деген сияқты сөздер айтады. Иә, ауыр азап. Мынандай сөз бар екен ғалымдарымызда. Алла тағала мына дүниеде сондай бір азап, қиыншылық көрсеткен адамды қияметте шақырып алады екен да. Мен сені азаптауға қоя аламын дейді екен. Үлкен ауыр сөз. Бірақ бұл дүниеде бұл дүниенің қиыншылығы кішкентай нәрсе, тез өтіп кетеді. Ары кетсе 70 жыл, 80 жыл. Арғы дүниенің бақыты үлкен ғой. Осы екі сөзді мен мысал қылып, Құраннан, пайғамбардың сөздерінен дәлел айтқым келеді. Құран-ы Кәрімде Алла тағала айтады: сен олардың арасында болсаң, біз оларды азаптамаймыз. Және де олар Алладан кешірім сұраса да азаптамаймыз дейді. Алладан күнәсін кешірім сұраған адам ешқашан азап көрмейді. Сондықтан басыңызға өзіңіз білесіз, білмейсіз, ауыртпашылық келе жатыр ма, таңертең кешке Алладан көп истиғфар айтуды кеңес беремін. Ол өте көп уақытты алмайды. Бір 2-3 минут уақытыңызды алады, бірақ сіздің басыңызға келе жатқан неше түрлі сынақтарды тоқтатады. Екінші бір нәрсе, пайғамбар сендердің араларыңда болса, мен азаптамайын деген сөз. Соған ғалымдарымыз айтады. Біреулер айтуы мүмкін, ой, пайғамбар өліп кетті болды ғой деп. Жоқ, олай емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтылса, ол кісі қайтадан тірілтеді дейді Алла тағала оны. Рухын қайтарады. Рухын қайтарғаннан кейін ол біздің арамызда болмай ма? Сондықтан осы жұма кештері, жұма күндері өте көп салауат айтыңыздар. Бұл да сіздің басыңызға келе жатқан қиыншылықты, ауыртпашылықты жеңілдетеді. Егер Алла тағала мені неге азаптап қойды десеңіз, айтқым келген дүние бірнеше себеп бар. Оның біріншісі, Алла тағала сіздің өзіне деген жалбарынуыңызды, өзіне деген мұқтаждығыңызды сезгісі келгені. Себебі, өткен бір сөздерімді айтып едім ғой, естеріңізде болса, Мұса пайғамбар сондай бір ерке пайғамбар ғой, сол Құдайдан сұраған екен: Аллахым, сен намаз оқығанға не дейсің деп, ләббай деп айтам дейді. Ләббай дегені мен тыңдап тұрмын дегені ғой енді. Ал енді ораза тұтқанға не дейсің десе, ләббай деп айтамын дейді. Ал енді күнәсін арқалап сенен кешірім сұрап отқанға не дейсің дегенде 3 мәрте ләббай айтамын дейді ғой. Өйткені аналар өзінің оқыған намазы, оразасына сүйеніп, содан үміт қылып айтады. Ал күнәсі бар адам қай жағына сүйенеді? Бәлки күнәсінен қашып маған келіп тұр ғой деген екен. Сондықтан Алла тағала сізге қиыншылықты берсе, өзінің есімін көп естігісі келген аузыңыздан. Өзіңізге сол кісінің, Алланың есігін қағуды ұмытып кеткен шығарсыз бір жерде. Сол көбірек есігімді қақса екен дегісі келеді. Тағы бір нәрсе, сол қиыншылықтар арқылы сіздің күнәңізді азайтқысы келеді, сізді тазартқысы келеді. Сол қиыншылықтар арқылы Алла тағала
қиямет күні сізге алла пендем сені қинадым ғой, енді бұл дүниеде қинауға мен сені ұяламын дегенде сөзін мүмкін сізге арнағысы келген шығар. Сондықтан басыңызға қандай қиыншылық түссе, ауыртпашылық түссе, осындай бір жерге келіп Алланың көп 99 есімі бар, зікір етіңіз, Құдайыңызды ұмытпаңыз. Алла тағала сізді, бізді